Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің есімім Қыдыршаев Орал Абатұлы. Мен әлеуметтік пәндер мұғалімімін және де біліктілікті арттыру бағдарламасының авторымын. Сіздерге кейс әдісі мен проблемалық оқыту технологиясын қолдану арқылы оқу белсенділігін арттыру онлайн курсын ұсынылғалы тұрмын. Бүгін сабақтың жай ғана жандануына емес, оқу белсенділігін басқарылатын болуына қол жеткізу өте маңызды болып келеді. Белсенді оқытуда динамика тез пайда болады. Алайда тереңдік, дәлелді пайымдау және әр оқушының жауапкершілігін сақтау бұл жерде күрделірек. Бұл курс пайымдау сапасын бақылауға болатын сабақ құрылымын қалыптастыруға көмектеседі. Курс пен мұғалімдеріне, әдіскерлерге, әдістемелік бірлестік жетекшілеріне және оқу ісі жөніндегі орынбасарларына арналған. Яғни тұрақты нәтиже мен қайталанатын қолдануға болатын әдістемеге жауапты мамандарға. Егер талқылау деректерге сүйенбейтін пікір алмасуға айналса, топта барлығы бірдей ойланбай қалса, ал бағалау көбіне жалпы әсерге сүйенсе, онда бұл курс сіздің нақты кәсіби міндеттеріңізге бағытталған. Сіз кейстер мен проблемалық тапсырмаларға негізделген сабақты жобалау жүйесін меңгересіз. Деректер мен өлшем шарттарға сүйене отырып, оқу әрекеттерін сапалы өнімге және негізделген қорытындыға жеткізетіндей етіп, қалай ұйымдастыруға керектігін үйренесіз. Курс құрылымы кезең-кезеңмен берілген. Алдымен бұл оқу белсенділігі және белсенді оқыту, кейін кейс әдісі, одан соң проблемалық оқыту, сонында сабақтарды жобалау және қалыптастырушы бағалау болып келеді. Негізгі практикалық нәтиже туралы айтатын болсақ, бұл жерде пайымдау сапасын жедел тіркеуге, нақты кері байланыс беруге және артық жүктемесіз сабақтарды кезенімен жетілдіруге мүмкіндік беретін ықшам құрал жиынтығы болып келеді. Оқу толық онлайн форматта өтеді. Енгізуге бағытталған бейне материалдар және оқу әдістемелік ресурстары бар. Сіздерге курсқа қатысуға шақырамын. Сіздермен болған бүгін Қыдыршаев Орал Абатұлы, курс авторы. Енді тыңдаушылар қатарына көруге қуаныштымын. Қош сау болыңыздар.